келдім. Мына жақта қараңыздаршы. Бассейнге дейін бар екен, өте әдемі. Мен қазір өзім жалғыз астында жүрмін, үстінде қыздар бар. Үстінде прям видті айта алмаймын, енді өте әдемі. Короче, осындай жұмыс істеп отырасың ғой, үйге жіберіп маңызды бірдеңе істеп отырған кезде жаныма қай қыз келіп алады, айтыңдаршы. Неше түрлі дауыс шығарып, Құдайға шүкір қазір сабақ оқып отыр. Соған шүкір, бірақ міне нағыз. Негізі Эмир мен Айленді бүгін киіндіруім керек болатын, бірақ енді шопинг жасап жүретін уақыт жоқ. Баламен жүру тем более қиын, білесіздер. Сомен бір инстаграм аккаунт таптым да, киімдер заказ берген болатын, Эмирге де, Айленге де. Енді доставка қазір келе жатыр, бірінші соған анпакинг жасап көрсетейін сіздерге. Бірақ анашы, қазір мен видео түсіріп отырсам, не істеп отырғанын айтайын ба? Деп, сағызды деген шайнағанын көрсеңдер ғой анау. Действиді ма, я? Осындай енді. Сайка, ұялмашы, жинастырма. Не фотоға түсесем? Фотоға түсесем. Жинастырайын. Кофе, чай қой онда деші. Короче, қасымды, кірпігімді, ернімді жасатып шықтым. Тема болды. Ал, қалайсыздар? Далаға шықтым. Кішкене жүріп қайтайын, өзіме тамақ алып қайтайын деп. Кеше инстаграмға біраз сұрақтар кепті, кеше жауап беремадым. Сіз қашаннан бері машина жүргізесіз, сіз машина айдай аласыз ба деген сияқты. Я, әрине, мен осыдан бір 18 жыл бұрын ба права алған болатын. Одан кейін менде 2-3 рет, по-моему, машина болды. Қателеспесе менде 3 рет ауыстырған машина. Соңғы рет